Мен бүгін сіздерге Go Сауда деген осындай доля сатумен айналысатын бір қазақстандық компания бар. Оған толығымен шолу жасап шығайық, бұл қандай жоба және неге бұлардан доля дегенді вообще алып керек емес. Мен қазір соған сол туралы айтатын боламын. Бірінші әңгімені басынан бастайық. Маған осы проект туралы, Go Сауда деп аталатын проект туралы бірнеше таныстарым айтқан. Жалпы бұдан доля сатып жатыр, соны алуға бола ма деген секілді. Мен әрине жоқ деп айттым, себебі бұл кішкене нелогично. Бірнеше рет сұрады, соңында тіпті кейбіреу бар, ол менің өзіме де осындай Go Саудадан доля алып қал деген сияқты телеграмда жазған болатын. Мен әрине алған жоқпын және бұл өте дұрыс шешім. Біз қазір неге мен бұлай ойлайтынымды зерттеп көрейік. Қазір түсіндіретін боламын. Go Сауда туралы қысқаша айтайық. Бұл қазақстандық проект OLX сияқты және осындай жарнама, әртүрлі объявление сатып алу туралы беруге арналған. Бұлардың осындай сайттары бар, жаман емес, өте сондай болады. Әдемі істелген деуге де болады. Мобильді қосымшалары бар, әртүрлі Android-қа және Google Android және iPhone-ға арналған. Бірақ бұлардың доля сату деген моделі өте странный. Біз бірінші әңгімені басынан бастайық. Бұл жерде кейбір жерлерде бұлар өздерінің жарнамасын жүргізді, танымал қазақстандық адамдар бар, соларға айтқызып және сол сияқты басқа да орындардан. Бұлардың өзінің айтуы бойынша бұлар 7% долясын сатылымға шығарған. Соны қазір адамдарға осылай сатып жатыр. Әртүрлі 0,0%-дан, 0,2%-дан, 0,01% деген секілді. Және бұлардың бұнымен айналысып жүргеніне негізі біраз уақыт болды. Маған мысалға алғаш рет сұраған адам шамамен 3 жыл бұрын ба, 4 жыл бұрын ба маған жазған. Бұл жерде былай жазылған. Примерный расчет, если соберем за 2 года 200 тысяч предпринимателей по Казахстану. 200 мың кәсіпкер егер бізге 9 мың теңгеден төлейтін болса, бізде оборот осынша болады және сіздің табысыңыз осынша болады деп жазылған. Бұл енді цифр жүзінде өте әдемі. Ал егер 500 мың болсашы, ал егер миллион болсашы деп жазылған. Қазіргі официалды статистика бойынша Қазақстанда 1,5 миллион кәсіпкер бар, олардың былай жұмыс жасайтын әйтеуір бірдеңе ақша табатын жарайды миллион деп алайық. Бұл ИП-лар тіркелген, немесе әртүрлі ТО бәрін қосуға болады. Мына жерде миллион десе, демек солардың бәрі. Бұл деген өте қазіргі жағдайда болуы вероятності төмен цифр. 200 мың дегеннің өзінде бұл 20%. Тіпті OLX деген мысалға сайттарды қарайтын болсақ, ол жерде осынша деңгейде тіркелген, яғни 200 мың кәсіпкер 9 мың теңге төлейтін кәсіпкер бар болуы да мүмкін, тіпті OLX-тің өзінде де жоқ болуы мүмкін. Бір интервьюде бір кісі айтқан болатын, OLX-тің күндік табысы шамамен 10 мың доллар. Егер біз оны көбейтеміз 30-ға, сол кезде осынша шығады, яғни 300 мың доллар. Оны көбейтеміз 12-ге, сонда бұлардың жылдық табысы 3 миллиард 600 миллион теңге. Енді қараңыздар, OLX деген стартаптың Қазақстанда жұмыс жасап жатқаны қанша жыл болды және олардың жарнамасының жүріп жатқанына қанша уақыт болды. Теледидар, мен мысалы OLX қолданбасам да оның бар екенін білем. Басқа кез келген адамнан сұрасаңыз, OLX деген сервистің бар екенін біледі. Қолданбаса да. Олардың обороты 3 миллиард 600 миллион теңге. Жаңағы интервьюдегі ақпаратқа сенетін болса. Яғни, бұлар айына емес. Бұлардың көздеп отқаны жылына айына 1 миллиард 800 миллион. Яғни OLX-тен шамамен бір қанша 5 есе көп. Дейміз ба, қанша болады? 6-7 есе көп. Бұл цифр әрине нереален деп айта алмаймыз, бірақ бұлардың егер деп былай осындай цифрда жазған, бірақ ол үшін бұлар не істеп жатыр, бұл өте түсініксіз. Басында мысалы көріп тұрғандарыңыздай мынадай сайттары бар. Бұлар жарнаманы кейбір адамдар арқылы бергенмен, бұл мына сайттың трафигін көтеруге негізделмеген. Біз осы, мен енді бұл жағынан жақсы разбирать еткендікте мен сайтқа анализ жасап көрдім. Бұл сайт 5 жыл 171 күн бұрын тіркелген. Яғни почти 6 жыл. 6 жылдың ішінде қазіргі жағдайда бұлардың сайттарының статистикасы міне осындай. Егер сіз SEO деген темадан разбирать ететін болсаңыз, бұл жерде ақпараттарды түсінген боларсыз. Бұлардың сайттары қатты танымал емес. Бұл жерде мәселе мынада. Сайтқа 200 мың кәсіпкер жарайды ай сайын төледі деп алайық. Онша кәсіпкер тіркелу үшін біріншіден осынша адам соны мынандай 9 мың теңге төлеуі үшін қандай деңгейде жарнама жүру керек. Скорее всего, бұларда ондай жарнамаға ақша жоқ. Болғанның өзінде бұлар Қазақстанда осынша кәсіпкердің тіркелу үшін мынанша адамда жетпей қалуы мүмкін. Енді бұл жарайды технический ақпараттар. Бұл компаниядағы басты претензия әрине доля сату, мына сайттарына, сервистеріне ешқандай әңгіме жоқ. Тіпті сіздер тіркеліп мынадай жарнамаларды берулеріңізге болады. Как қазақстандық осындай проект ретінде. OLX емес, мыналарға да беріп бұлай
көрсеңіз болады. Бұл жерге әрине нақты қанша адам кіретіні пока что белгісіз, дегенмен көруге болады. Енді біз осы компанияға қазіргі кезде обороттар қанша, біз бұған анализ жасап көрейік. Бұлардың точкасы бар, міне осындай онлайн сауда деп аталады. Бұлардың осындай B номері бар, сол бойынша біз бұлардың оборотын тексере аламыз. Мына жерде міне көрсетілген. Онлайн сауда точка, тіркелген жері және адресі мына жерде бекітілген. Қазіргі деңгейде, қазіргі жағдайда бұлардың басшысы кім екені мына жерде көрсетілген. Көріп отырғандарымыздай бұлардың жылдық обороты 31 миллион теңге деп берілген. 31 миллион бұл таза бұлардың табысы емес. Бұлардың бір жылдағы обороты. Егер айға бөлетін болса, бұл шамамен бір 2,5-2,8 миллион теңгедей шығады. Және бұл таза табыс емес, бұл оборот. Ол жерде мысалға қызметкерлердің айлығын, налог бәрін алып тастайды, сол кезде ол миллион теңгеге де жетпей қалуы мүмкін. Және бұлардың солай жалғасып келе жатқанына 2018 жылдан бері ешқандай бір қатты өзгеріс болмаған. Тіпті карантиннің өзінде де міне бұлардікі түсіп кеткен. Қазіргі кезде міне осындай 2018 жыл мен 2023-тің қандай да бір артықшылығы жоқ. Кейбір кезде де чуть-чуть өскен бұлай, кейбір кезде түскен. Бұл компанияның қазіргі жағдай туралы. Бұлардың интервьюінде мен көргенімдей кейбірге бұлай әңгіме айтады. Бұлар не үшін қазір жарнама беріп жатқан жоқ. Сол кезде GoSaudaның өзінің официалды бір жұмыс жасайтын кісі бұлай деп айтты. Егер біз қазіргіге жарнама беретін болсақ, онда сайт көтере алмай қалады. Сол сияқты қандай да бір әңгіме болды. Сайт көтере алмай қалады, сервер деген секілді. Мен енді как программист ретінде айтайын, сайт көтере алмау үшін сайтқа қанша адам кіру керек жалпы. Егер сервердің мощності бір где-то 20 мың теңге төлейді айына, соған бір сервер алады. Ол сервердің өзі өте көп адамды негізі көтере алады. Мысалға бір мезетте 100 мың адам. Ал егер бір мезетте қанша адам көреді оларға? Сонда жарнама берген кезде миллион адам ба? Окей, миллион адам көтеретін сервер алуда бір қатты қымбат емес. Егер ондай сервер алатын бұлардың ақшасы жоқ болса, онда қандай компания деген тағы бір сұрақ туындайды. Екінші, бұлардың доля сату моделі қалай жұмыс жасайды? Басты әңгіме мына цифрды примерно ауадан алғанда осыны алып отыр, и бұл үшін бұлар не істеп жатыр? Ештеңе істеп жатқан жоқ пока что. Және бұл өте қазақстандық рынок үшін практически нереально цифра. Практически. Себебі Қазақстанда аудитория өте аз, және мынадай аудиторияны алу үшін жарнамаға өте көп ақша салыну керек. Бұлардың доля сату моделі қандай да бір қағазға қол қояды, сосын арнайы мына жердегі комменттерді оқитын болсақ, бұларға бір доступ берген. Сол доступ бойынша кіріп, жеке кабинетінен қанша ақша түсті, типа сол сияқты дүниелерді көре алады. Енді бұл жердегі мен кейбір комменттерді оқыдым, кейбір адамдар мысалға 1 миллион, 2 миллиондай қателеспесем салғандар болған. Кейбіреулер енді мен шамамен 2018-де осынша миллионға алдым, енді алдағы уақытта көтерілетін шығар деп күтіп отырық деген комменттер болды. Кейбіреулер айына ештеңе тауып жатқан жоқпыз, айына 100-200 теңге ғана түсіп тұр, жаңағы миллион теңгеге алсақ та деген әңгімелерді айтқан. Не үшін олар 100-200 теңге түсіп жатыр? Себебі бұлар продвижениеге, маркетингке ешқандай ақша салып жатқан жоқ. Және доля сату дегеннен жат. Қазіргі кезде нарықта жалпы доля сатудың екі моделі бар. Біріншісі, бұлар енді акция деген екен. Акция сатып алу үшін арнайы қор биржасы бар. Сол жерге кез келген адам тіркеледі де өзі через брокер арқылы акция сатып алуына болады. Freedom Finance бар, немесе Жусан Инвест бар, немесе сол сияқты басқа да дүниелер бар. Тікелей сататын бұл через ТОО бар. Мысалы, ТООда 100% доля болатын болса, сен 7%-ін басқа адамға, немесе 10%-ін сатуыңа болады. Ол кезде по закону барлығы четко жазылады. Ал бұларда осы сондай құжат бар ма, жоқ па, ол вопрос. Болғанның өзінде ол қаншалықты актуалды. Ол жай ғана осындай адам осындай жерден осындай доля алды деген құжат болуы мүмкін. Егер бұлар сол ақшаны алып ертең бір жаққа кететін болса, сені ешқандай заң тұрғысынан ешкім қорғамайды, сен ол ақшаны қайтара алмайсың деген сөз. Сондықтан, және үшінші заманауи бір тәсіл бар. Қазір криптовалюта деген тема шықты. Мысалы, криптовалютада әртүрлі басында осындай жоба болады. Мысалға айталық, соған ақша тарту үшін бұлар не істейді? Әртүрлі криптовалюта арқылы блокчейн токендер выпускать етеді. Сол токендерді айталық $1 немесе білмеймін 50 центтен сатады. Сол 50 центтен сатады, бір қажет ақшаны жинайды, мысалға там $200 мың. Кейін сол ақшаға инвестировать етеді, осындай проектіні қосады.
жаңағы токендер сол проектінің официалды токені болып есептелінеді. Ол токендерді қалай кімге пайдалы? Ол токеннің бағасы кейін өсуі мүмкін. Мысалға сен 50 центтен алдың, оның бағасы қазір $20 деген секілді. Бұл нормальный схема. Мысалға Binance деген компания бар. Олар өздерінің токендерін қателеспесем 15 центтен сатты. Binance деген қазіргі кезде ең үлкен криптобиржа. 15 центтен сатты да, қазір олардың токені $200 тұрады. Мысалы 15 центтен алғандар кәдімгідей байып қалды. Қосымша әртүрлі стейкинг деген болады, там ол жерде годовой 7-15% типа депозит сияқты жұмыс жасайды, пассивный сондай табыс әкеледі. Жалпы нормальный схема, онда әрине мошенниктер бар, сол теманы қолданатын. Сондықтан қорыта айтатын болсақ былай. Мына приложениені қолдану керек па? Иә, қолдануға болады. Скачать етіп алып, өзіңіз тіркеліп, жарнама берсеңіз болады. Тіпті мына жерде платный жарнама беретіндер бар, олай істеуге болады. Бірақ Dolia деген әңгімеге мүлде жоламаңыздар. Dolia сатып алып керек емес. Мына жерде жаңа айтқанымдай бір коммент тұр, міне 2019 жылы Medium пакетін алғанмын деген. Қазір кезде сіз алып жатырсыз ба, үлесіңізді қанша салдыңыз? Мен Өзбекстаннан осындай. 2019 жылы алдым Medium пакетін, қазір айтарлықтай кіріс болған жоқ. Болашақта болар деген әңгіме бар. Қазір мысалы мына видео жазылған уақытта 2023 жылдың соңы болып қалды, 2024, яғни примерно 5 жыл болған, мына адам енді ақшасын жоғалтты деуге болады. Енді бұларды жасап отырған адамдарды біз алаяқ деп айтуымызға бола ма? Әрине нақты айта алмаймыз, бірақ америкалықтардың бір мақалы бар. Егер біреу үйрек сияқты жүзіп, үйрек сияқты жүріп, үйрек сияқты қарқылдайтын болса, по идее ол үйрек деген. Осы мақалға сүйенетін болсақ, бұдан жалпы ақша салу дегеннен мүлде аулақ жүргеніміз дұрыс. Мүмкін бұларды жасап отырған адамдардың ниеті түзу, сондай жақсы керемет адамдар болуы мүмкін. Бірақ олардың жаңа айтып кеткенімдей, ойлағандарының жүзеге асуының вероятності төмен. Осы себептен де бұдан инвестиция салу, ақша салу, Dolia алу дегендерді қою керек.